осыншалықты ірі патшалардың алдында болдым дейді, императорлардың. Бірақ мына жанындағы адамдардың қызметі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам жанындағы сахабалардың қызметімен салыстырып болмайды дейді. Ана сахабалардың түріне қарасаң, көздерінің барлығында ғашықтық дейді пайғамбарымызға қараған. Біреуі көзі әшейін көзбен қарамайды дейді пайғамбарымызға. Пайғамбарымызға қараған кезде ішінен, жүрегінің төрінен ғашықтықпен қарап тұрады. Түкірсе түкірігіне таласады дейді. Жерден қағып алып бетіне жағады түкірігін. Дәрет алса дәрет суын таласады дейді. Сенің кезегің келгенде алғансың, енді мен аламын деп. Ойласаңшы, осынша махаббатпен тұрған халыққа пайғамбарымыз Меккені маған әперіңдер десе әпермей ма? Жұлып тамырымен қопарып әкеп береді алдына. Бірақ пайғамбарымыз ондай залым болған емес. Соншалықты пайғамбарды сүйген сонша сахабалар, пайғамбардың мектебінен өткен сахабалар ешқашан өз-өзін жоғары қойған емес. Мен пайғамбардың көзін көріп қойғанмын. Мен пайғамбардың өзінен жәннатисің деген хабар естіп қойғанмын, болды деген емес. Бәлки құлшылығын ешқашан тоқтатпаған, қорқынышынан ешқашан айырылмаған бауырлар.